Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видеода осындай керемет дәмді мамықтай болып шығатын сочниктар дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: ұн қажет болады. Ұнды електен өткізіп алдық. Қопсытқыш қажет болады. Қамыр қопсытқыш, бөлме температурасындағы сары май, қаймақ, жұмыртқаның сарысы және де қант қажет болады. Біздің електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осы ұнымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызбенен ұнымызды қолымызбен езгілеп, осылай екеуін жақсылап араластырамыз. Енді қаймағымыздың үстіне қантымызды саламыз және де жұмыртқаның бір сарысын салып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқалы массамызды ұнымызға қосып біріктіретін боламыз. Ұнымызға салып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осылай біріктіреміз. Біздің қамырларымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Осы қамырымызды енді тоңазытқышқа бір жарты сағат 40 минутқа қалдыратын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Біздің творогымыз өте құрғақ болуы қажет. Оның үстіне қантымызды және кукурузный крахмалымызды саламыз. Және де бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыз болады. Және де бір ас қасық қаймақ қостым. Осы салманы шанышқының көмегімен жақсылап біріктіріп араластыратын боламыз. Жақсылап араластырдық, шетке алып қойып, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, қамырымызды жаятын боламыз. Біздің қамырларымыз тоңазытқышта тұрған, қолға жабыспайды. Осындай дөңгелек кругтармен біз сочниктің формасын шығарып аламыз. Қамырымызды осылай дөңгелетіп кесіп аламыз. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Кесіп алған дөңгеленген қамырларымыздың ортасына біз салмамызды салып, сочниктарымызды формасын шығаратын боламыз. Осылай бетін жауып қоямыз. Қалған сочниктарымызды ішіне начинкасын салып, осылай жауып қоятын боламыз. Салмамыз ағып кетпейді. Өзінің формасын жақсы ұстап, өте нәзік болып пісіп шығады. Қалған сочниктарымызды да осылай бәрін жасап аламыз. Сочниктарымыздың формасын осылай шығарып алдық. Енді екі шетін кішкене саусағымызбен біріктіреміз. Қатты көтеріліп кетпеу үшін. Бетіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Және де қызып тұрған печкамызда 180 градуста 25-30 минуттай осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.